Кел. Мен бауырсақ істеп жатырмын, әжем құрт жасап жатыр. Маған көмектесесің бе? Бауырсақ ол дейтін қазақтың ұлттық тағамы. Ол ұннан жасалады, майға қуырылады. Сосын әрбір қазақтың дастарханында бауырсақ болу керек, иә? Екеуміз күштеп жасаймыз, қазір сосын пісіремін. Мә, күштеп істейді екен да. Әкел, Айназ бере ғой. Мен пісіріп алып келейін, бауырсақты сен әженің қасына отыра тұр, иә ма? Ал, жүр әжеге барайық та. Екеуміз ұршық үйрейік, қызым екеуміз. Жүр. Міне, мамаң деген құрақ көрпе жасап жатыр екен, тігіп. Иә, құрақ көрпе деген бұл қалдықтарынан жасалатын құрақ. Қазақта деген бұл қол ою өрнектері деп есептеледі. Құрақ көрпені мән қарайныз. Қыз балаларға кішкентайынан үйретеді әжелер осылай. Ертең екеуміз мына матаның қиындыларын жинап, осылай құрақ көрпе тігеміз, ема? Құрақ көрпе деген ішіне мақта салады, мынандай етіп. Қойдың жүннен, түйенің жүннен, сосын соны сырып саған үйрететін мақсатымыз сенің деген ой өрісің кеңейеді, шыдамдылыққа үйретеді. Сенің бойыңнан сондай қасиеттер табылу үшін саған мына құрақ көрпелерді үйретеміз, ема? Жіп жасаймыз қызымда. Сосын ол жіптен ертең жемпір тоқимыз, нәски, шұлық тоқимыз. Міне күштетіп жүнді жіп жасап жатыр әжем деген. Міне мынаусы басы болады. Мынау деген жіп жинайтын жері болады. Сабы. Ал мынау мына тиегі жіпті арғаратта жүнді жібермеу үшін. Түсіндің бе? Ертең өскенде сен де жіп жересің, иә? Тоқисын ертең сосын. Әжеге Ал, қара әжеге қара отырайын. Жіптер осылай істелмейді. Ертең әске тоқисын өскеннен кейін. Осының бәрін істейсің ба өскеннен кейін? Үйреніп алады әжесінен де. Дастарханға келіңіздер. Кел. Ал. Büyülük veriyor o canım al. Қазақтың қызысың, жібек баян ізісің, асып кетер сендерден сұлулар жоқ біз үшін. Иманы мен әдебі, қарапайым әлемі, өздер үшін қазақ қызай ой әдемі. Өзін-өзі Басаңыз міні бата, қасымызда қыдырата, қазынан қайнай берсін, бағдаулетің ұялай берсін. Отбасыңа денсаулық, бақытты ғұмыр тілеймін. Аумин.